Өте дәмді болып шығатын кешкі ас әзірлейміз. Алдымен пиязымыз бен сарымсағымызды ұсақтап турап аламыз. Қажетті көкөністеріміздің барлығын домалақ етіп турап аламыз. Қызанақтардың барлығын домалақтап турадым. Жіңішке етіп қалауыңызша жуандатып турап алсаңыз болады. Және картобымызды да осылай домалақтап барлығын турап дайындаймыз. Бір тілім нанымызды жібіту үшін суға салып аламыз және жақсылап сығамыз да блендерге саламыз. Үстіне жаңа ұсақтап туралған сарымсағымыз бен пиязды салып, үстіне бір жұмыртқа салып, жақсылап блендерлеп аламыз. Фаршымыз жұмсақ болу үшін осылай барлығын езіп аламыз. Фаршымызға блендерде ұсақталған қоспамызды қосып, дәміне қарай тұз, бұрыш және дәмдеуіштер қосып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған фаршымызды арнайы ыдыстың көмегімен немесе қолымызбен жақсылап домалақтап аламыз. Барлығы дайын болғаннан кейін көкөністеріміз бен фаршымызды кезекпен қойып ыдысымызға орналастырамыз. Үстіне бір түйір қызанақты езіп, сумен араластырып қоссаңыздар болады, немесе томат пастасын суға араластырып қосамыз. Қалауыңызша сыр салып, пешімізде 220 температурасында 45-50 минутта пісіріп аламыз.